Сәлем достар, тегін онлайн марафонның сізбен бірге ең соңғы күніне жеткенімізге қуаныштымыз. Осы сабақта соңында бізбен бірге тапсырмаларды ең мықты орындаған адамдарды 26 желтоқсан күні басылатын трафик курсына тегін жолдама беріп марапаттайтын боламыз. Сіз осы онлайн марафонды өткеннен кейін таргетолог, маркетолог, лидогенератор ретінде табыс табуға дайынсыздар. Бұл видеоның ең соңына дейін көріп шығыңыздар. Себебі ең соңында сізді тосын сый күтіп тұр. Клиент әкелетін адамдардың, яғни таргетологтардың реклама жасау кезінде жіберетін қателіктерін айта кетейік. Біз осы салада жұмыс жасап бастаған кезде бізге ақыл айтып, былай жасаңдар, былай жасаса дұрыс болады деп айтқан адамдар болған жоқ. Ал сіздердің жолдарыңыз болды. Ең алғашқы қателік бұл бизнесменге дұрыс сұрақ қоя алмауы. Яғни сізге келген клиенттің аудиториясын дұрыс сұрақ қою арқылы анықтап алмасаңыз, жіберілген жарнаманың нәтижесі өте нашар болады. Екінші қателік, жіберген жарнамаңыздан өте сапасыз клиенттердің келуі. Сіз өз клиентіңізге 100-200 номер әкеліп берсеңіз де, ол жерде клиенттің тауарын 2-3 адам ғана сатып алады. Яғни сапасыз номерлерді әкелу арқылы өзін мықты жарнама жасайтын адам ретінде көрсететіндер өте көп. Яғни дайын клиент әкеле алатын білім болу қажет. Үшінші қателік, бастамай жатып беріліп қалу. Таргетинг қалай жасау керектігін үйрендіңіз делік. Жарнама жасатын клиент таппай, сіз бірден беріліп қалуыңыз әбден мүмкін. Жаңадан бастаған жарнама жасаушылар басында айына 80 мың, 120 мың теңге тауып жүреді. Одан кейін олар сол деңгейде 3-4 жыл бойы тоқтап қалып, өзін дамытпайды. Ал егерде сол уақытта өзін дамытуға көңіл бөлетін болса, нарықтағы сұранысқа ие маман болып, айына кемінде 500 мың теңге табыс тауып отырар еді. Бізбен бірге осы саланы бастаған қатарластарымызды білеміз, және командамызда болған кейбір жігіттер, қыздар осы қателіктерді жасап қойған еді. Сізде осы қателікке тап болмас үшін алдын ала ескертіп жатырмыз. Достар, біз осы онлайн марафонда қалай жарнама жасау керектігін, және де бұл салада қалай табыс тауға болатынын анық көрдік. Сіз осы азды көпті ақпараттарды меңгергеннен кейін жарнама жасап бере алуыңыз мүмкін. Бірақ сізде нақты практика болмағандықтан алысқа бармайсыз. Google'дан басқа да түсініксіз сайттардан ақпарат жинап, қалай жарнама жасау керектігін үйреніп ала аласыз. Бірақ ол жерде Қазақстан нарығына арналған ақпараттар өте аз болған соң, табысқа шығуыңыз өте ұзақ уақытқа созылып кетеді. Ең алдымен сізді ешқашан құлатпайтын мықты фундаментке жұмыс жасауыңыз қажет. Бұл нәрсені есіңізге сақтап алыңыз. Мысалы, сіз пресс шығарғыңыз келді. Прессі бар адамнан ақыл сұрайсыз. Дұрыс қой. Бұл жерде дәл сол сияқты жарнаманы дұрыс жасай алу үшін білікті маманнан сұрауыңыз тиіс. Сізден білімі жоғары, нәтижесі бар, осы жолды бұрын жүріп көрген адамнан кеңес алуыңыз қажет. Және де ол адамға қарсы шығып, өзіңіздікін дәлелдеудің еш мәні жоқ. Сонымен достар, сізді құттықтағымыз келіп отыр. Бұл сәтті сіз ұзақ күттіңіз. Біз желтоқсан айында болатын трафик курсына тіркелуді ашық деп жариялаймыз. Біз нарықта теңдесі жоқ курс жасап шықтық. Бұл курста кәсіпкерлер өзіне дайын клиентті қалай әкелу керектігін үйренеді. Ал қарапайым адамдар алғашқы табыстарын тауып бастай алады. Небәрі жарты айдан кейін сіз алғашқы жарнамаңызды жасап бастайсыз. Бүкіл маркетинг саласы күннен күнге жаңарып отырғандықтан біз тек жаңа білімді жинақтап, практикада қалай жасау керектігін үйретеміз. Біздің курсты оқып шыққан адаммен нарықта осы сала бойынша уже жұмыс жасап жатқан адамдар арасында айырмашылық көрінеді. Себебі біздің курста өткен адамдар креативті ойлау, трендте болу деген сапаларды өз бойында қалыптастырады. Біздің жабық курсымыздан өткен адамдар дұрыс жарнама жасауды үйреніп, алғашқы табыстарын таба бастады. Ал қазір сізді курстың методологиясымен таныстырайық. Дәл қазір 10 мың теңге ғана төлеп, сіз білімге ие болып қана қоймай, жаңа деңгейге өтіп, табысыңызды көбейте аласыз. Сізде тек қана екі таңдау бар. Осы видеодан шығып кетіп, сол бұрынғы қалпыңызға еніп, әдеттегі іс-әрекеттеріңізді жасап жүре беру. Ал немесе осы курсқа тіркеліп, өзіңіздің табысыңызды, өміріңізді өзгерту, және осы жаңа жылда ата-анаңызға немесе достарыңызға керемет сыйлық жасау. Осы курсты өтіп шығып, жақсы табыс тауып шығу. 10 мың теңгеге сіз 1-2 отырыста болып, не осы жаңа жылға тек 1-2 адамға ғана жақсы сыйлық ала аласыз. Ал немесе 10 мың теңгеге курсқа қатысып, кемінде 300 мың теңгелік табыс таба алатын білім алып, практикадан өтіп шығасыз. Сіздерді трафик курсында күтеміз. Бұйырса 26 желтоқсанда бастаймыз. Нарықта бұл курс секілді аналогтарын іздесеңіз де таппайсыз. Жаңа форматтағы ақпараттар, қазақша нарыққа сай жарнама жасау, бизнеске дайын клиент әкелуді үйренесіз.
тағы да толық ақпаратты төменге түсіп толығырақ біле аласыз. Осы видео астына түсіңіз. Ал біз осы 5 күн бойы сізбен бірге болғанымызға қуаныштымыз. Бұл сабақтарды өткеннен кейін сіз жаңаша ойлап, жаңа табыс деңгейіне көтеріле аласыз. Ал ең бастысы, сіз осындай жарнамаларды жасай аласыздар. Курстың программасына келетін болсақ, ең біріншіден оффер туралы толық ақпарат алып, және де осы оффердің 2020 жылғы заманауи технологиясын пайдаланып, қалай ең мықты сатылымға келетін текст жазу керектігін үйренетін боламыз. Екінші сабақта біз таргетингтің жаңа 11 фишкасын үйренетін боламыз. Және де таргетинг арқылы сіз дайын клиент әкелуді үйренесіз. Келесі сабақта воронка туралы сөз қозғаймыз, және де соны үйренеміз. Воронкада біз не жасаймыз? Дайын клиентті қадам-қадам бойынша қалай жылыту керектігін үйренеміз. Төртінші сабақ бұл чат-бот сабағы. Қазіргі кезде бүкіл әлемде тренд болып жатқан, яғни хит болып жатқан осы тақырып, осы жерде біз чат-ботты қалай жасау керектігін үйренеміз. Келесі 5-ші сабақ бұл контекстік жарнама. Контекстік жарнамада өзіңіздің сайтыңызды басқа конкуренттерге қарағанда ең алдыға шығаруды қалай жасау керектігін үйренеміз, және де YouTube каналыңыз болса, YouTube каналыңыздағы жүктеген видеоларыңызды жарнамалауға мүмкіндік беретін құралды толықтай үйренеміз. 6-шы сабақ сайт жасау. Біз қарапайым ғана сайт жасауды емес, қазіргі заманғы Қазақстан нарығына өтетін тексттермен, тақырыптармен қалай сайт жасау керектігін толықтай үйренетін боламыз. Соңғы сабақ жалпы сіз лидогенератор, маркетолог, яғни немесе таргетолог. Осы мамандықтар арқылы өзіңіздің бағаңызды қалай қою керек, клиенттермен қалай сөйлесу қажет, және де клиенттердің аудиториясынан барлығына қалай анализ жасау керектігін үйреніп болғаннан кейін, клиенттерге дұрыс анализ жасаудың шаблонын дайындаған болатынбыз. Осы шаблонды біз соңғы сабақта түгелдей барлығын қадам-қадаммен сіздерге түсіндіріп беретін боламыз. Және де соңғы сабақты көрген адамдардың ішінде біз өзіміздің командамызға бірнеше адамдарды нәтижесіне қарап іріктеп алып командамызға шақырамыз. Команданың артықшылығы қандай? Біз барлығымыз бірге дамитын боламыз, және де жаңада 2020 жылы болып жатқан жалпы маркетинг саласында жаңадан болып жатқан ақпараттардың барлығын бірге игереміз. Одан бөлек дәл қазір біздің танитын бірнеше жылдар бойы бізбен бірге жұмыс жасап жатқан клиенттеріміз бар, және де сол клиенттерді сізге беру мүмкіндігіміз бар. Осы жерде сіз клиент тауып қиналмайсыз, яғни бірден сізге клиент дайын тұр. Егер де сіз жұмысыңызды жақсы жасайтын болсаңыз, командаға қосылып бірден табыс тауып кете аласыз. Менің есімім Қайнарбек, Баулу мектебінің негізін қалаушыларының бірімін. Осы Баулу мектебін ашқаннан бастап бізде мынандай проблемалар болды. Қалай клиентті көбейтуге болады деген. Сол мақсатпен бірқанша курстарды іздеп жүріп, трафик курсына кездестім. Яғни өзіміздің қазақ тілді аудиторияда өзімнің бизнесіме дайын клиенттерді қалай алуға болатындығын, және де өзімнің бұрынғы базамдағы клиенттерге қалай ретаргетинг жіберуге болатындығын үйрендім. Соның арқасында қазіргі таңда бизнесімізді 2 есеге көтерілді. Осы курсқа қатысу арқылы таргетинг рекламаны қалай жіберу керектігін, жалпы өзіміздің маман деп қоямыз, яғни аудиториямызға қалай нақты таңдау керектігін, дәл жіберу керектігін, сонымен қатар бұрынғы базаға қайтадан ретаргет жіберуді нақты үйрендім. Сосын бизнесімізге қалай воронка жасау керектігін нақты үйрендім. Қазақ тіліндегі аудиториялардың бүгінгі таңдағы заманауи ең соңғы үлгідегі құралдарды меңгеруге мүмкіндік беретін осы трафик курсы. Негізі барлық қазақтар өтуге тиіс деп санаймын. Достар, қайырлы күн. Есімім Гүлзира. Өзімнің бизнесіме маркетинг құралдары керек болғандықтан, осыдан 3 ай бұрын өз бетімше YouTube'дан маркетинг құралдарын үйрене бастадым. Және сол уақытта трафик курсының жарнамасы шықты, және курс жайлы толық мәліметтерді алдым. Және де осы курс онлайн түрде болғандықтан, яғни маған ыңғайлы болды. Курстың бірінші ағымына қатыстым. Және де курсқа қатысу арқылы маркетинг құралдары, яғни ең негізгі таргетинг, контекстік жарнама, және де ең бастысы бизнеске воронка жасауды үйрендім. Қазіргі таңда осы курсқа қатысу арқылы айына 200 мың теңгеден жоғарғы табыс табудамын. Біздің тапсырмаларды дұрыс әрі нәтижелі орындаған адамдар айына кемінде 100 мың теңге табыс таба алады. Біз студенттеріміздің фундаменті мықты болғанын қалаймыз. Ал фундаментіңіз мықты болатын болса, кез келген жағдайдан, ситуациялардан оңай шығып кете аласыз.
Бұл курста тек ақпарат беріп қана қоймай, практикада барлығын үйренетін боламыз. Курстың методологиясында 20% теория, 80% практика болады. Одан бөлек чек-листтер, дайын шаблондар, скринкасттар берілетін болады. Сіздермен бірге онлайн форматта жарнама жасаудың қыр-сырын үйренетін боламыз. Бұл курсқа кімдер қатыса алады? Алғашқысы маркетингке, жарнама жасауға қызығып, үйде отырып алғашқы табысын тапқысы келіп жүрген адамдар. Яғни осы курста сіз нөлден бастап жарты ай ішінде клиент тауып, оның жарнамасын дұрыс жүргізу арқылы табыс таба бастайсыз. Екіншісі, сіз осы салада қызмет етіп жүрген болсаңыз, біріншіден біліміңізді арттырасыз, одан кейін команда жинай аласыз. Ал команда жинау арқылы сіздің уақытыңыз артады, сәйкесінше табысыңыз да көбейетін болады. Әрине, кәсіпкер болғысы келіп жүрген адамдарды курста күтеміз. Себебі, кәсіп бастап жарнаманы дұрыс жүргізе алсаңыз, сізге дайын клиенттер көп келеді. Және де соған сәйкес табысыңыз еселеніп өсетін болады. Ал действующий кәсіпкерлерге айтарымыз, сіздер өз командаңыздағы жарнама жасайтын не инстаграмыңызды жүргізетін адамыңызды курсқа қатыстыру арқылы кәсібіңізді тез дамыта алатын боласыз. Енді курс бағасы қанша тұратынын білейік. Төменде біз курс бағасын жазып қойдық. Курс бағасы барлығына қол жетімді. Сіз алатын білімнің 10%-на да жетпейтін бағаны қойдық. Курсқа тіркеуді бүгін ашық деп жариялаймыз. Және алғашқы төлем жасаған 100 адамға 218%-ға пайдалы чек-листті сыйлаймыз. Және де достар, біз онлайн марафон барысында тапсырмаларды ең үздік орындаған адамдар арасында конкурс жасаған болатынбыз. Конкурс жеңімпаздарының есімін төменге жазып қойдық. Ал дәл қазір сізге беріліп тұрған мүмкіндікті уысыңыздан шығарып алмаңыз. Негізі мен өзімді 3 жыл бұрын елестетіп көрсем, осы 10.000 теңгеге пойызға билет алып Алматыға қарай жол жүріп кеттім. Алматыда бос жүрмей әртүрлі курстарға қатыстым. Осы шешіміме мен ешқашан өкінбеймін. Мен өз мүмкіндігімді уақытында пайдалана алдым. Бұл курс сізге үлкен мүмкіндік, себебі бұл жерде білім, практика және сіз деген дамушы орта бар. Ендеше шешім қабылдаңыз. Дәл қазір трафик курсына тіркеліңіз.